мына алтын деген орынға келіп жатырмық. Алтын Махамбет ауданы Ортақшыл ауылының қасында себектердің қорымы, себектің сарылары бар бұл жерде. Бар, балталылар бар. Сосын бөрі бастары бар. Алтын қорма Абайдың 9 болғандай видеосын салдым ғой. 9 қызы бар деп айтады ғой. Абайдың үлкен қызының аты Алтын, ең кішісінің аты Қатын. Сол алтын осы жерде қарақшылардың қолынан қаза тауып осы жерде жерленген деп айтылады. Содан алтын қауым аталған деп, ал Қатын деген қауым осы жерден 21 километр жерде жерленген деп бір ана тарихи ақпараттарды келтіреді. Сол мұнда себектерді айттым ғой, жаңа бір себектер мынандай ерекше киіз үй пішіндес кесенелерімен ерекшеленеді. Мынандай құлпытастарымен ерекшеленеді. Құлпытастарын оқып прямой эфирге шықтық. Енді батарейка отырып қалғасын. Екінші адам телефонмен түсіріп жатырық қой. Құлпытастардың фотосын түсіріп аламыз, оқимыз, не қыламыз. Бір ерекше бір тас, бұны айттым. Бұған дейін де бұны жергілікті халық өсіп тұрған көк тас деп айтады. Бұны кішкентай болып бара-бара осындай дәрежеге биікке жетті деп сөйлеп айтылады. Соны алайда мынау бір ешқандай өсіп тұрған тас емес. Бұл деген белгі ғой, құлпытас белгі. Бұны кезінде 2000 жылдар Серік Ажыға келіп, белгілі этнограф, тарих ғылымдарының докторы, сол келіп қасық қарайды ғой, өсіп тұр дегесін. Қасық қараса астынан қызыл таспен өрілген қабір шыққан екен, содан кері көміс тапты. Яғни одан басқа 1988 жылы итеніп келіп бұның өлшемдерін алады. Биіктігі сол кезде паспорттары бар бізде. 1 метр 60 сантиметр деп айтады. Сол кезде осыдан 27 жыл бұрын бет. 30 жылдай болып қалды. Сол қараса әлі өлшем сол күйінде жатыр. Метр 60 күйінде. Мынандай киіз үй пішіндес нелермен ерекшеленеді. Бұл жерде белгілі себектің биі Айтуар би жерленген. Оның құлпытасы оған дейін оқыдым, ана жерде тұр. Тақтас. Бұны кезінде біздің жігіттер анықтадық. Ұрпақтарына айттық, белгі қойды. Тек ана несінде қате бар екен, туған қайтқан жасында 74 деп жазған екен. 74 емес, 70 жасында айтқан. Бұған дейін де салдым енді. Қайта тағы бір себектен тағы бір кейбір орындарына барамыз. Русака, фотолаттың ба мыналарды? Мынаны түсірдің ба? Мына құлпытасты. Так, мына нені? Себек Балталыұлы Асан деген 1827. Бұл 1800 келіп тұр, 1827 кезінде оқылған болып тұр. Біз бұны құлпытастарды оқып кітапқа енгізгенбіз. Сол кітаптан оқып алған шығар деп отырмыз. Бұдан енді Беш руы дейді. Беш руы. Так, кім дейді? Мына үстінде жоқ болып тұр ғой, Балталы болып тұр ғой. Так, не дейді? Мұнда Беш, мұнда жазады, Беш деп себек дейді. Кім дейді? Мына Балталы мұнда жатыр екен ғой. Балталыұлы. Бұның да аты Балталыұлы болып тұрған, дұрыс болып тұрған. Дұрыс қойған онда. Балталыұлы мына жерде Асан. Негізі Асайға кетіп тұрған сияқты Руслан. Аса, мынау и болса, Асай болса, Асай болуы мүмкін, Асан да болуы мүмкін. Так, ол опат болды 73 жасында. Так, 1827 жылда дейді. Тасын қалдырды дейді. Так, насын алып қойған екен. Тасын қалдырды. Үзілген жерлері бар деген сияқты таң болса. Бек себептерінде. Сенен бір түсіріп шық, қақыр. Сенен бір түсіріп жібер. Сен қасқырап шықпасын. Ауылда сүйіп алып кетті. Қалдық қойсам бап, лақап жоқ ерлер. Так, Беш руы дейді. Себек тайпасының сары дейді. Сары деп жазып екен. Сары бөлімінің дейді. Бөлімінің ақсек дейді. Ақсек. Так, бірдеме қалады. Бөрлік пі,
Halal aileden buldu. 23 yaşında değil. Yaşında. 23 yaşında can dereceden bitti kalgan. Артында da var екен Руслан, артын түсіріп аласың. Так, 1907 жыл дейді. Бірінші жылды дейді. 5 минуттай түсіп жетеді.